Ал президент жариялаған балалар жылында балаларға қамқор болып жүрміз бе? Ресми статистика көңіл көншітпейді. Елімізде 450 мың бала кедей отбасында өмір сүріп жатса, 500 мыңға жуық бүлдіршіннің құқығын қорғап жатқан ешкім жоқ. Жыл басталғалы 2 ай өтті. Жауаптылар әлі тым-тырыс. Сонда балалар жылы жай ғана ұран ба? Әріптесім Айгөз Тұрсынбай анықтап көрді. Вот в такой маленькой комнате мы проживаем 6. Я супруг и 4 детей. 4 баланың анасы Мария Галиева жетім ретінде үй кезегінде тұрғанына талай жылдың жүзі болған. Келіншек мемлекет баспана бергенше зейнетке шығармын деп қалжыңдайды. Алайда тар бөлмеге тығылып, ер жетіп келе жатқан балалармен қысыла өмір сүру жанға бататынын да жасырмайды. Баламен үйде отырған ана үкіметтен берілетін 40 мың теңгеге күн көруге мәжбүр. Этого вообще не хватает. Мемлекеттен берілетін 49 500 теңге еш нәрсеге жетпейді. Балаларды мектепке апару үшін қарапайым киім-кешектің өзін несиеге аламыз. Сондықтан балалар жылы үкімет жетім балалардың мәселесіне ден қойса екен деймін. Өйткені олардың арқа сүйер ешкімі жоқ. Өзі жетім өскен, мемлекеттен еш қолдау көрмеген келіншек енді балаларым қиналмаса екен деп тілейді. Биыл балалар жылы деп жарияланғанына 2 айдың жүзі өтсе де жауапты министрлік әлі нақты жоспар қабылдамапты. Яғни еліміздің 6 миллионнан астам бүлдіршіні қандай ілкімді істен үміттене алатыны белгісіз. Оған басқа емес, сол баяғы бюрократия себеп. Бұл енді өзінің ішкі процедурасына байланысты. Өйткені бізде регламент бар. Бұл енді бір күнде болмайтын жағдай. Нақты қандай жаңағы шаралар бұл жоспарға кіретін мен сіздерге айта алмаймын. Өйткені бүгінгі күні келісуде мемлекеттік органдармен. Жауаптылар тиісті құжатқа қол қоюға қалды дегенімен, жоспардың тым құрығанда шет жағасын жария етуге асықпайды. Балалар жылы деп ат қойып айда тағып жатыр ғой, бірақ мен осы парламент қабырғасында қандай да бір балаларға қатысты заңдары болып жатыр, өзгерістер енгізіліп жатыр деген естіген жоқпын. Яғни бұл әдеттегідей концерттер, форумдар, конференциялар, семинарлар, дөңгелек столдар деңгейінде ғана өтеді. Нағыз балаларға өмірін жақсартуға әсер ететін биыл қандай да бір заң бағдарлама қабылданып жатқанын мен көріп отырған жоқпын. Осылайша көп балалы аналардың мүддесін айтып жүретін белсенділер балалар жылы тендер өткізіп миллиардтарды бөліп алудан аспай қалмаса игі деген пайымда. Ең өкініштісі болашағымыз балалар жылы жай ғана ұран күйінде қалғаны дейді. Айгөз Тұрсынбай, Нұрсұлтан Сәулет, Мейірман Смағұлов, Айбат жаңалықтар қызметі.